Сәлем достар, менің есімім Ерлан. Бүгін біз сіздермен фотошопта мына көлеңке эффектіні жасау жолын үйренетін боламыз. Бұның қандай мүмкіншіліктері бар екенін, қандай плюстері бар екенін фотошопта айтып кететін боламын. Ал бастайық. Біз ең алдымен өзімізге керек көлемде файл ашып аламыз. Мынаны өшіріп тастаймын, маған керек жоқ. Бірінші фоннан бастайық. Керек түсті қоямыз. Мысалы, сары түсті қояйын мен. Мынаны өшіре салайық. Және де T-ді басып, немесе мына тұрған иконканы бассаңыз, сізде текст жазылатын болады. Өзіміздің текстімізді жазайық. Мен мысалы ереке деп жазып көрсететін боламын. Және Ctrl-T арқылы біз көлемін келтіріп аламыз өзімізге керек болған. Және де мына жерге 2 рет бассаңыз, сізде мынандай настройкалар шығады, эффектілер. Біз строкқа басып 4 размерімен, 4 пиксель размерімен сыртқы жаққа outside деп қойып, OK-ді басып, осындай эффектін бірінші шығарып аламыз. Және де одан кейін ұстап тұрып группаға лақтырамыз. Біздің қазір объектіміз группада, және де группаға бірінші drop shadow'ды қосамыз. Біз басынан істейтін болайық, мына жерден нормалға келтіреміз blend mode. Одан кейін 100, мына екеуі distance 0, размер 0, және distance 1-ге көтереміз. Осы сияқты бізге 10 керек болады. Мен мысалы қазір сізге 10 көрсетіп шығам. Қалай жасалатын, мысалы тағы плюсті басамыз да, және мына жерге 2 қоямыз. Тағы да плюс, мына жерге 3 қоямыз. Бізде 3 болды, және осылай 10-ға дейін жеткізіп аламыз. Міне бізде дайын. Уже байқасаңыздар, бізде астында уже тең шыға бастады көлеңкесі. Мына жерге атын қойып алсайық. Және де осы группаны алып, қайтадан ұстап группаға апарсақ, тағы да оны группаға саламыз. Осы жерге қайтадан бағанағы біз қолданған эффектіні қолданып шығамыз. Мына жерге галочканы ұратын болсаңыз, сізде эффектілер қайтадан осы группаға көрсететін болады. Енді мына жерге біз бірдің орнына қасына қосып шығамыз. 10, 20, 30, осы сияқты 100-ге дейін. Бізде 100-ге дейін шықты. Міне осылай оңай жолмен сіз көлеңке эффектісін шығара аласыз. Және де бұл жерде бірінші плюсы, сіз мына көлеңкенің бұрышын, углын дейді ғой, мысалы, соны реттей аласыз. Өзіңізге керек болған бұрышты қоясыз да, OK-ді басасыз. Және де екінші плюсы, бұның текст әлі де өзгертуге болады. Мысалға, бірінші не беріп алайық, ішкі жаққа көлеңке беріп алайық, сәл шынайы көріну үшін 18 жеткілікті. Мысалы, сізде текстте қате кетіп қалған болса, туралай аласыз, және де толтыра аласыз. Тағы да бір тексттерді қосып, мысалы, ереке дизайн деп жазатын болам. Осылай дәл ортасына қойып алып, өзіңіздің кез келген размерде, кез келген бұрышта, көлемде қойып ала бересіз. Достар, мен осындай толықтырып, ескі бір дуалда газ баллончикпен жазылған сияқты эффектпен бітіретін боламын видеоны. Және де осы эффектіні жасап үйренгіңіз келсе, комментарийді жазып кетіңіз. Міндетті түрде туториал жасайтын боламын.